Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін басып кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Артында 2 баласы қалды. Көкшетауда жүкті әйел қайтыс болды. Марқұм әйел бірнеше рет жедел жәрдем шақыртқан. Көкшетау қаласында жүктіліктің соңғы мерзімінде болған әйел қайтыс болды деп хабарлайды Айқын.кз. Жергілікті бақта жарияланған мәліметке сәйкес, марқұм әйел іші ауырып, қызуы көтерілгендіктен үйіне бірнеше рет жедел жәрдем шақыртқан. Алайда дәрігерлер науқасты ауруханаға жатқызуға асықпаған. Белгілі болғандай, әйел қалалық емханалардың бірінде есепте тұрған. Келіншектің артында 2 баласы қалды. Ақмола облыстық денсаулық басқармасының баспасөз қызметі жүкті әйелдің қайтыс болғанын растады. Олар қазір қызметтік тексеріс жүргізіліп жатқанын айтты. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерді үшін лайк түймесін басып кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жазып кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.